Много языков на свете разных, выучить их все не смог бы я. Все они по-своему прекрасны, в каждом есть изюминка своя. On the 5th of September, this is because our greatest poet Ahmet Baitursunov was born right on this day. Единство языков, культур – это мощь суверенной республики, монолит, на котором можно строить будущее. Современный молодой человек должен владеть несколькими языками. Бүгінгі мерекелік шараны салтанатты түрде ашу үшін сөз кезегі мектебіміздің директоры Рита Жұмамұратқызына беріледі. Қыркүйек айының қазіргі күні 5-не ауысты Ахмет Байтұрсыновтың туған күніне сәйкес тұспа-тұс келетін тіл мерекесінің бірінші алғашқы күні сіздер атап өтіп жатсыздар. Бүгін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар әріптестер осы мерекеге тұспа-тұс алдында ғана біздің ұстаздарымызды марапаттаған болатын. Бақытжан ағай ауылда болмай қалуына орай себептермен грамотасын аламаған болатын. Құттықтап қояйық барлығымыз. Құрмет грамотасы ерекше үлесі үшін Тажмағамбет Бақытжан Ануарович марапатталады. Басқарма басшысы Абдира Қасымов. Ортаға көркем сөз оқу шеберлерін шақырамыз. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнен құлағыма сіңірген таныс үнім. У него воркование голуби весной, взгляд жагрын, как солнце, выше, выше, березовая роща, свет сквозной. Please meet young actors from the 6G with their story Shrimp, Pike and Swan. Guys, there is a lesson to be learned from this. What you do without cooperation is good. Stop! Let's go together. We are from и we together. Тіл мерекесі құтты болсын, что был один язык народов разных стран, и это, несомненно, язык дружбы. Have a nice day and a wonderful time. Şan emes var kerime